Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Адылканова Айкен Түлібаевна, Шығыс Қазақстан технология колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Тауар тану пәнінен сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы суб өнімдер. Сабақтың мақсаты суб өнімдерінің тұтынушылық құнымен таныстыру. Тұтынушылық құнын, сапасын, ассортиментін бағалау мен басқару дағдыларын қалыптастыру. Суб өнімдер ұғымы. Суб өнімдер сойыс малдарының ішкі мүшелері және малдың жеке бөліктері сою кезінде бөлініп алынады. Мал массасынан 10-18% құрайды. Суб өнімдерінің жіктелуі. Суб өнімдер мал түріне қарай, ірі қара, қой, шошқа және басқа малдардікі деп бөлінеді. Тағамдық құндылығына қарай екі санатқа бөлінеді. Бірінші санат және екінші санат. Бірінші санат барлық малдарының тіл, бауыр, бүйрек, ми және жүрегі, диафрагмасы мен ет кесінділері, сонымен қатар сиыр мен қойдың құйрығы, сиырдың желіні жатады. Екінші санат өкпе, өңеш еттері, көк бауыр, құлақ, үлкен қарын, кеңірдек, миы мен тілі алынбаған бастар, қой мен сиыр ұлтабары, буындар, ерін сиырдың, жалбыршақ қарны, аяқтары, шошқа асқазаны және шеміршекті құйрығы. Термиялық жағдайына қарай суыған, алынғаннан кейін 6 сағат өткен, суытылған, өңделгеннен кейін ұлпа температурасы 0,4 градусқа дейін суытқан, тоңазытылған, өңделгеннен кейін ұлпа ішіндегі температурасы 8 градусқа дейін суытқан. Қолдану түріне қарай суб өнімдер тағамдық және техникалық деп бөлінеді. Тағамдық бас және оның құрама бөліктері, құйрық, желін, қарын, бауыр, өкпе, жүрек, бүйректер, көк бауыр, ет бөліктері, жұтқыншақ пен көмей. Техникалық дене бөліктері және тағамдық құндылығы жоқ мүйіз, бас сүйегі, жыныс органдары. Техникалық қолдану мақсатындағы суб өнімдерден әртүрлі тұрмыста пайдаланатын әшекей бұйымдар жасайды. Мысалы, шаштарақ, түйме, моншақтар, үйді безендіретін әдемі бұйымдар, суретте көрсетілген раушан гүл сүйектен жасалынған. Экономиканы көтеру үшін шикізатты
тиімді пайдалану керек. Сондықтан малды сойған кезде барлық мүшелерін бастан аяғына дейін іске асыруға міндеттіміз. Морфологиялық құрылысына қарай суп өнімдер бөлінеді. Ет сүйекті, етті, шырышты, жүнді. Ет сүйекті тілі және миы алынған сиыр бастары, қой және сиырдың құйрығы. Етті бауыр, жүрек, тіл, ми, желін, бүйрек. Шырышты ұлтабар, қарындар. Жүнді шошқа және қой бастары, құлақтар, еріндер, шошқа сирағы. Бірінші санатты суп өнімдердің тағамдық құндылығы толық құнды ақуыздар, дәрумен, минерал құрамын жағынан етке тепе-тең. Оларды жеке немесе кең көлемде жоғары сапалы шұжықтар, тұздалған ет өнімдер, паштеттер, консервілер, жартылай фабрикаттар, тез қатырылатын тағамдар дайындағанда қолданады. Олардың кейбіреулерін балалар диетикалық тағамдарының емдік ет өнімдерінің құрамына көп қосады. Екінші санатты суп өнімдерде толық құнды ақуыздар азырақ, бірақ құрамында коллаген деген ақуыздар көп кездеседі. Тамақта коллагеннің ыдырау өнімдерінің глюкоза, желатоза болуы асқазанның сөлін бөлуге және оның ас қорыту қызметіне жақсы әсер етеді. Сондықтан еліміз жұртына пайдалы тағам есебінде ұсынылады. Суп өнімдерінің химиялық құрамы: ылғал 65,1, 79,1%, ақуыздар 9,5, 17,9%, майлар 2,3, 16%, микроэлементтер: темір, мыс, мырыш, кобальт, макроэлементтер: кальций, күкірт, фосфор, дәрумендер: А, В1, В2, В9, С, К, ПП, холестерин, экстрактивті заттар. Суп өнімдердің энергетикалық құндылығы 86-206 килокалорий 100 граммына. Бірінші санатты суп өнімдер: бауыр, темірге, фосфорға, күкіртке, кальцийге бай. Құрамында мырыш, кобальт, А, В1, В2 және ПП дәрумендері бар. Бүйрек пен ми фосфорға, калийге, темірге бай. Бүйректерде В дәрумені, мида В1, В2 және ПП дәрумендері және көптеген майлар бар. Тіл ақуыздарға, майларға бай. Құрамында С, В1, В2 дәрумендері бар. Екінші санатты суп өнімдер:
толық құнды емес ақуыздар басым болады. Олардың құрамында май, экстрактивті заттар аз болады. Суп өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар. Бауыр, сыртқы қан тамырларынан, лимфа түйіндерінен, өт қабынан босатылуы керек. Түсі ашық, қызғылт түстен, қара қоңырға дейін реңктермен беті жылтыр болады. Ми бүтін, қабыққа зақым келтірместен қансыз болуы керек. Тілдер тұтас, майдан, тіл асты бұлшық ет ұлпасынан және сүйектен, сондай-ақ лимфа түйіндерінен, көмейден, шырыштан және қаннан босатылады. Жүрек бойымен кесіліп, қабықшалардан және шығатын қан тамырларынан босатылуы керек. Бүйректер тұтас, майлы капсуладан, несеп ағарлардан және сыртқы қан тамырларынан босатылу керек. Желін жартылай майсыздандырылған, 2-4 бөлікке кесілген және мұқият жуылған. Түсі ашық сұрдан бозғылт сары түске дейін болады. Өкпе ашық қою қызғылт түске дейін жақсы жуылған болуы қажет. Қарын жақсылап майсыздандырылған, шырышты қабақтан тазартылған және мұқият жуылған болуы тиіс. Сирақ мүйіз табандығынан босатылған және шаш пен қылдан жақсы тазалған болу керек. Сиыр еті мен шошқа етінің бастары қан тамырларынан, қабықтардан, кірден, шаш пен теріден тазартылып, жақсы жуылу керек. Шошқа бастарында теріні қалдыруға болады, бірақ қылшықтар мұқият алынып тасталады. Сауда желісінде сатылатын суп өнімдер балғын, таза, бүліну белгілері мен қандай да бір ауыр өзгерістерсіз болуы тиіс. Мұздатылған суп өнімдер мұз қатпай табиғи пішінін сақтауы тиіс. Тілдері ұзартылған, бауыры блок түрінде. Бетінің түсін жоғалтқан, кесілген және жыртылған суп өнімдерді сатуға жол берілмейді. Суп өнімдерді буып түю және сақтау. Суп өнімдерді таза контейнерлерге, жәшіктерге, қаптарға және сыйымдылығы 50 килограммнан аспайтын жөке мен күлілерге буып түйеді. Ыдыстағы тамба анық болуы тиіс. Тоңазытылған суп өнімдерді 0 градустан төмен температурада 3 тәулікке дейін, 0-2 градуста 2 күн, ал 8 градуста 1 күн сақталады. Тасымалдау кезінде жібіген суп өнімдерді дереу аспаздық өңдеу керек. Суытылған суп өнімдерді суыту камераларында 0,6 градус температурада 36 сағат, ал мұзы бар науаларда 8 градусқа дейін температурада 12 сағатқа дейін сақтауға болады. Сабағымызды түйіндейік. Бүгін біз суп өнімдердің ұғымын білдік.
олардың жүктелуін, пайдалануын, химиялық құрамын, суп өнімдерге қойылатын талаптарын, буып-түю әдістерін және сақтау шарттарымен таныстық. Енді, құрметті студенттер, сіздерге тапсырма. Суретте суп өнімдер көрсетілген. Бірінші сұрақ: суретте қандай суп өнімдер көрсетілген? Екінші сұрақ: қандай санатқа олар жатады? Екінші тапсырма: екі қатарды сәйкестендіру. Жауаптарын Google Classroom-ға жүктеңіз. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.